сотталып кетейін деп отыр. Кім үшін? Сен үшін. Сол 18 қазақтың 18-інің де 10 сотық жері жоқ. Басына ұрып тұрып тексеріңдер, 10 сотық артық жері жоқ. Байлығымды Қытайдан қорғайын деп тұрған жоқ солар. Олар сол тұтас Қазақстанда Қытайдың экспансиясы артып бара жатыр деп, сенің ұрпағың үшін Қытайдың экспансиясына қарсы тұрды. Сен шының бар, өтірігің бар, айғайлап жүрген қалың блогерсымағың қайда қалды? Ойбай, Қытай қаптады, ойбай, Қытай қаптады деп, дүр-дүр етіп ел аманда, жұрт тынышта қаңылтыр кеудесін қаңғырлатып жүрген блогерсымақтарың, ұлтшылсымақтарың қайда қалды? Қатындарының көйлегінің астына кіріп кетті, жылы жерге, иісі жақсы жерге кіріп кетті олар. Сенің әлемге жеткізе алмайтын үніңді осылар әлемге жеткізді. Міне 60-70 мәрте халықаралық медиа дабыл қақты. Неге? Қытайдың туын өртеді, Қытай басшысы Ши Цзиньпиннің портретін өртеді деген ақпарат бүкіл дүниеге кетті. Сен мыңқ етіп, ойбай, Қытай қаптап кетті, ойбай, Қытай қаптап кетті деп жүрдің ғой. Әрқайсың бір-бір мыңқ еттің. Анда Қытай қаптапты, ойбай, Қатанқарағайда Қытай қаптапты, ойбай, Шымкентте Қытай жүр, ойбай, мына Жаркентте Қытай жүр, Қытай жүр, мына Қытайдың көлігін қара, ойбай, мына Қытайдың КамАЗы жол бермейді, ойбай, Қытай айтты, Қытай бейді. Үндерің, қатындарыңның көйлегінің астынан шықпай қалдыңдар ғой, мыңқылдап жүргенде. Әлемге бірақ жеткізді ғой біздің жігіттер. Үнді олай шығармайды, үнді бұлай шығарады деді. Әлемге жеткізіп жіберді, әлемге, бүкіл әлемге, жер бетіне жеткізіп жіберді. Сендер құсап бітеп, ана Қытайды қорқып, телефоныңда аспанды жерді бір түсіріп, Қытайды түсіріп, ойбай, Қытай қаптады деп мыңқылдаған жоқ. Әлемге, бүкіл жер шарына, бүкіл саясаткерлерге, бүкіл дүниені бақылап отырғандарға жеткізді. Енді осы 18-10 жылға сотталайын деп тұрғанда, мыңқиып отырсыңдар, қазақтар. Мыңқиып отырсыңдар. Менімен қатысы жоқ. Солардың, Бекзат Мақсұтханның 10 сотық жері жоқ. Тексеріңдер атын. Банкінде 10 тиын ақшасы жоқ. Тексеріңдер. Бекзат Мақсұтханның қызы бар, орта мектеп оқитын. Бір тал қызы бар. Жар дегенде жалғыз баласы. Ақерке. Мектепте талып қапты, әкесін уайымдап. Жедел жәрдем шақырыпты. Келін Нұргүл, кіші жүздің қызы. Өте жақсы көретін келінім, өте ибалы, инабатты кісі. Мектепке барып, қызын соның ерінін басып, сөйтіп, есін жиғызып, докторлар айтады дейді, қатты уайымдап, мына баланы оқы деп сендер қинадыңдар ма, мына рухани стресс алған депті бала. Оның оқы деп қысып жатқан ешқайсымыз жоқ. Әкесі қамалып кетті деп айтыпты ашығын. Міне, қолында қарап отырған Бекзаттың анасы бар, Нұргүлдің. Ана келін енесіне қарап отыр. Ол кісі міне 80-ге таяды. 80-ге таяды. Денсаулығы жоқ адам. Күтімде отырған адам. Ауылды жерге бара алмайды. Сол қалада үфа деп әжетханасы үйіндегі жерде қарау керек. Сол келін өзі науқастау келін. Сон Бекзат сонда шешесін ойласа, әйелін ойласа, анау Құдай берген жар дегендегі жалғыз қызын ойласа, Бекзат отыратын еді. Бекзатқа баяғыда 2019 жылы мен үйғамақта Бекзаттың үйінде отырған кезде, Бекзат Мақсұтхан үйінде отырған кезде, киембі келеді. Сендер осы күрестеріңді қойыңдар дегенге келеді. Бекзат қоймайды. Сосын бір күнде бір жұмсақтап екіншісі келеді. Қытайтану институтын құрсаңызшы дейді. Бекзат ажуалайды. Сендерде бар ғой оны. Дүкен Мәсімханың бар, Қыдырәлі Оразың бар, бір-бір Қытайтану институтын құрып беріңдер ғой десе. Көптік қылмайды. Қытайтану институтын құрыңыз. Ай сайын 10 миллион, 20 миллион теңге бөліп тұрамыз деп айтады дейді. Сосын десе, кітап аударасыңдар деп айтады. Оны кітап аударып отырамыз ба мына ел, халық өстіп қынадай қырылып жатқанда? Десе, керек десе, кітаптарыңызда дайын болады ғой. Яғни кітапты жазып береді екен дайын. Оны шығарады екен. Институтты құрып береді екен. Директоры Бекзат Мақсұтхан болады екен. Ай сайын жаңағы 10 мың, 20 мың доллар самұрық қазынадан бөліп беріп тұрады екен. Сосын Бекзат Мақсұтхан қайтеді екен, сол
телеарналарға шығып, объективті бұлай, субъективті бұлай. Қытай енді бұлайынан қауіпті ғой, енді бұлайынан қауіпті емес. Енді Қытайдың өндірісі дамыған ғой, енді Қытай жылдам дамыған, енді Қытайда бауырларымыз да бар, оны да ойлайық деп, жаңағы біздің ана маймыл саясаткерлер ұқсап, тараздың екі басын тең ұстағансып, анығында ең соңында Қытайсыз күніміз жоқ, Қытайсыз таң атып күн батпайды деп оттап отыратын маймылға айналдырмақшы болған. Бекзат айтқан, кітабыңдың да 10 мың доллар ақшаңның да әкесінің басы деген Бекзат. Міне, Бекзат сол кезде айтқан, кітабыңның да, институтыңның да, ақшаңның да атасының басы деп айтқан. Мына біздің сатымсақ зиялылардың сапына қосып қойғысы келген Бекзат. Кітап шығып жатыр әшейін. Аптырегін Бекзат Мақсұтхан. Ақша кеп жатыр. Мына жақтан Тоқал Астанадан жетеді. Телеарналарда отырады зиялы сынып, галстукті қылғынып тағып ап баяғы. Объективті бұлай, субъективті бұлай деп отырады баяғы. Ана жақтан кітап шығып жатыр. Осы өмірге алып келгісі келді солай өзінің жаңағы тұмсығы тестірілген біздің анау тақымға қарап жорғалайтын біздің мына сатылған сатқын ұлттың жауы болған зиялылардың сапына Бекзатты жетектеп алып келіп қосып қойғысы келген. Бекзат no деді, жоқ деді. Кім үшін ей қазақ? Айтшы қазақ, кім үшін? Сен табынатын, ойбай, кітап жазыпты, ойбай жазушы екен, ақын екен, ойбай зерттірмен екен, ойбай интеллигент зиялы екен дейтін. Сатқын зиялыларыңның сапына қосамыз. Кітабыңда дайын, институтыңда дайын, бір білдей бір институттың директоры боласың, үйіңде дайын, тоқалыңда дайын болады дегенде бас тартқан жігіттің түрмеде отыр. Қазақ. Сен отырсың сондай өңкөй сатқын ұлттың басына күн туғанда мәу деп аузын ашпайтын есек бастарды зиялы деп, интеллигент деп, кітап жазғыш деп, ақын деп, жазушы деп, тарихшы деп, білгіш деп, әулие деп табынып отырсың сорлы қазақ. Ал сен үшін, сенің ұрпағың үшін, ата-бабадан қалған жер үшін кеудесін оққа төсегендерді қолдап та қоймайсың. Енді Құдай төбеңнен ұрмай қайтсын сенің. Енді сенің төбеңнен Құдай ұрмай қайтсын. Сенің қай ниетіңе саған жақсылық береді Құдай? Қай ниетіңе сен Құдайдың рахим меріміне лайықсың сен? Қай ниетіңе, қай ниеттеріңе? Төңкерісті ұлтшылдар жасайды, жемісін алаяқтар ұрлайды деген осы. Қалың алаяқ, қалың кітап жазғыш. Жаңа жылда кеуделеріне қарғыбау төсбелгі тағып, телеарналарда жыл адамы болып сыйлық алып, кітаптарын шығарып, марапатты алып, айлықтарын алып, қазақты ағартып, білімін арттырдым деп. Дін тон жамылған мұнафиқ шайтандар ұстаз атанып, уағыздарын жүргізіп, бейне қазақ жерін орыс Қытай жаулап алған жоқ, бейне басқа тема жоқ, ашамай жуу, тоқал алу, енемен келін қатынасы, жұмада 7 шелпек пісірамыз ба, 8 шелпек пісірсе күнә бола ма дегенді талқылап, оттап жүрген қалың оттау бай қазақ. Қалың оттау бай қазақ. Ана әнші тоқал алыпты, мынау бәйбішесі бүйтіпті. Осыдан басқа тұрмайтын қазақ. Осы ниеттеріңмен, осы пиғылдарыңмен, осы ындындарыңмен, осы қылықтарыңменен Құдайдың қарғысына қалмай қайтесің. Құдай білмей тұрма? Шексіз ғаламның құдірет иесі, жалғыз ғана жаратушы, күллі ғылымның иесі, сені бізді жоқтан бар жасаушы, жаратушы шексіз құдірет иесіне ештеңке құпия емес. Сенің арамдығың, сенің жүрегің, пиғылың, пайдакөстігің, ол құпия емес ол. Сен сол жүрегіңмен соны сезін алмадың бар болған. Себебі сен
жаратушының мейірімінен үзіліп қалдың да. Сондықтан сенің жүрегің оны сезбейді. Олардың жүрегі ауырған, біздің жүрегіміз ауырған нәрсеге сенің жүрегің ауырмайды. Біз егіліп жылайтын нәрсеге сен бүйтіп бақпай қарап тұрасың. Сенің жүрегіңді тек тозақтың оты ғана жібітеді де. Сенің сондай жүрегіңді ұлтың үшін еміренбеген, халқың үшін, қазағың үшін езілмеген жүрегіңді тек қана тозақтың оты ғана жібітеді де. Басқа ештеңе жібіте алмайды. Жаңағы айтқан Айнстайнның өмірінде қатты шошыған, тіпті миы жетпей таңырқаған нәрсесі бар екен. Кванттық шиеленіс. Мен бұрынғы лекцияларымда айттым. Кванттық шиеленіс ол аң-таң қалған. Оның миы жетпеген. Айнстайнның ертең МС квадрат формуласы бойынша материяның ең жылдамы жарықтың жылдамдығының шегі секундына 300.000 километр болды. Сөйтсе, кеңістікпен шектелмейтін. Бір орыннан екінші бір орынға бару үшін, әрқандай бір затта бір орыннан екінші бір орынға бару үшін, бір ақпарат бір жерге жету үшін ең тез жылдамдық жарықтың жылдамдығы. Сөйтсе, жарығының жылдамдығымен есептелінбейтін жер шарының екі жерінде айырылған екі квант бір-біріменен күй ауысу, ақпарат ауысу үшін олардың ортасында кеңістікті ұғым болмайды екен. Осы мәселені тәжірибеден өткізген Айнстайн басын ұстап отырып қалған ғой. Себебі оның Айнстайнның Эйнштейннен орысша айтқанда. Сол Айнстайнның осығанға дейінгі адамзаттың физикасының атасы болған Айнстайн өзінің бүкіл білетін физикалық біліміне бағынбайтын осындай құбылысты көрген кезде шексіз жаратушының бар екендігін мойындап отырып қалған. Осы күнге дейін ғалымдар осыны түсіндіре алмайды. Әрине бірнеше гипотезалар бар, түсіндірмелері бар, бірақ бүкіл ғылым әлемін артынан ертіп, мынау осы соңғы жетістік, соңғы біздің мойындамамыз осы дейтінге адамзат әлі келісе алмай тұр. Соның өзіне бір ғасыр болды. Бүкіл физика әлемінің анау басы Исаак Ньютон отырып төбесіне бір тал алма түсіп кеткеннен барып жер шарының бүкіл әлемдік тартылыс күшін байқаған. Ол жаратқан жоқ, ол байқады. Оны жаратушы жасап қойған тартылыс күш. Соны байқап, жаратушының жасап қойған тартылыс күші дейтін заттың бар екендігін байқаған Исаак Ньютоннан кешегі Айнстайнға дейін ғалымдардың бүкіл білімін күл-талқанын шығарып берген кванттық шиеленісті әзірге дейін ешкім түсіндіре алмайды. Ең соңында ғалымдарың шексіз құдірет иесі бір жаратушының бар екенін мойындап отыр. Ал бүкіл адамзаттың ең ақылдысы делінетін Илон Маск бүкіл әлемді жаратқан бір шексіз құдірет иесі бар деп тәубасына келіп отыр. Бүкіл әлемді жаратқан бір шексіз құдірет иесі бар деп. Құдай оған өзінің бар екендігін көрсетіп қойды. Сосын ол тәубасына келді. Ішім қызып кетті ғой. Ішке күйік түсіп кетті деген сол екен, рас екен. Ішім кәдімгі физикалық деңгейде жанып кетті жаңа Бекзат Мақсұтханұлы туралы айтқанымда. Ол түрмеде отыр. Сен рахаттанып, борбайыңды тырт-тырт қасып, төсегіңде шалқадан қосқабат құс жастық жастанып жатырсың. Ал Бекзат Мақсұтханұлы Талдықорғандағы анау терезесіне қырау қатқан аязды түрмеде, жылуда жоқ түрмеде тонын жамылып, түрменің 40 шоқпыт одеялын жамылып жатыр.
Ал екінші әңгімеге келейік. Ол Трамптың Тайванға көмегі. Трамп өте сұмдық деңгейде, зор қаражатпенен, өте биік деңгейде Тайванға көмек жасауға шешім қабылдады. 11 миллиард доллар. 11 миллиард доллар. Бұл қару-жарақ Тайван ақша шығарып сатып алатын болды. Трамп бұны мақұлдады. Енді бұл қарулардың түрі, бұғанға дейін Тайван жылап, еңіреп, алам деп, бағасын қымбат қойып отырып та алам деп ала алмай отырған түрлері бар. Қысқасы, бірақ нәрсе, Тайван 2-3 қаруға қол жеткізді. Біріншісі, Тайван аралына теңізден шабуылдап Қытай компартиясы келген кезде, құрлықтың аралдың ішкі жағынан тұрып, теңіздегі жағалауғадағы кемелерменен адамдарға атқылайтын өте қуатты Американың қарулары бір. Екінші, әуе қорғаныс жүйесі. Үшіншісі, қаймарыс зымырандары. Бұл қаймарыс зымырандары Тайванмен тіке жақындасатын Фужан өлкесіндегі әскери базаларға, тіпті мұна жағындағы Шанхай, тіпті Пекинге дейінгі аралықтарды бомбалауға толық жетеді екен. Қысқасы, әуеден қорғанып қана қоймайды, әуеден шабуылдайды алады. Ал теңізден Қытай зор көлемде адам күшін пайдаланып, бүкіл құжынаған құрттай Қытайын кемеге тиіп, Тайванның жағалауынан құрлыққа шығатын шабуыл жасаса, оны тұтасымен бақылайтын қару-жарақ жүйесі бәрін берген. Енді бұл қару-жарақ жүйелері, бұл кәдімгі физикалық заттар. Осы физикалық заттардан тыс Тайванға берген ең керемет көмектің біреуі мынау екен. Американың бүкіл әлем қол жеткізе алмай тұрған соғыс желісіне Тайванды қосады екен. Яғни программа. Яғни кез келген тайвандық окопында тұр, телефонын ашады, Американың желісіне қосылады, немесе ана басқару орталығы желіде тұрып, Чаңчунпаң, сенің алдыңда 3 Қытай коммунисті тұр, оң жағыңа қарай 2 жылжыды, артыңда 20 біздің адамымыз тұр деп, әуеден барлығын терморадиолог, ана адамның денесінің қызуы, бүкіл аспап, металл, жылжу бәрін көрсетеді. Қаңчунпаң, сенің 200 метр алдыңда Қытайдың компартиясының кемесі келе жатыр, иығыңдағын ат жетеді, дәл қазір ат жетеді. Тұра тұр, дейді. Ана немесе тағы Саңчунпаң деген Қытайын айтады. Сен тұра тұр, қазір атсаң жетпей қалады, кеме жақындай түссін деп, орталықтан тұтас бұйрық береді. Қолындағы телефонмен немесе планшетіменен бүкіл соғыс желісіне қосылатын программаны Тайванға бере салды. Енді Тайванның бүкіл басқару орталығы, америкалық мамандар бәрі, спутник, жерде хабарласу, ол спутниктің жай ғана спутник бүйтіп көретін спутник емес, термоядролығы бар, басқасы бар, металдық тексеру бар, бәрін бақылап отыр. Ал бұл бағдарламаға қол жеткізу тіпті Тайван үшін алғанда қаймарысы бар, F-16-сы бар, анау-мынау бар, оның бәрінен артық болып отыр. Ал Тайван осы уақытқа дейін тарихтан бері, тарихтан 70-80 жылдардағы Қытаймен екі ортадағы бүкіл барыстағы Американың президенттерінен ала алмаған көмекті алып отыр. Енді осыдан барып, Тайван мен Украинаны, Тайван басшысы Лай Чингді менен Зеленскийді салыстыра қойық. Неге біреу ана жақта қырылып жатыр, оған Америка қару бермейді. Ана жақта бейбіт, әлі қырылған жоқ, өлген ешкім жоқ, өртенген ештеңе жоқ, қираған қала жоқ, ұшқан зымыран жоқ. Оған неге 11 миллиард долларлық ең озық қаруларды береді? Неге? Екі нәрсе тұр. Біріншісі, Тайван Трамп үшін алғанда Украинадан маңызды.
Бұл бірінші тұр. Бірінші. Тайван Трамп үшін алғанда Украинадан маңызды. Украина саған тыныштық керек па? Еуропа сен қорға. Трамп баяғыда айтты. Бұл соғыс Еуропадағы соғыс деді. Америка мен екі ортада мұхиттар бар деді. Нақ айтты, бетің жүзің демей бұлш еткізіп айтты. Менің не қатысы бар деді. Мен жемеген қарын боғымен пыссын дегенге келіп тұр. Екінші, Зеленский жылап еңіреп соғыстың екінші жылында әрең алған F-16-ны Тайванға баяғы дүйіп төгіп беріп тастаған. Зеленский жылап еңіреп отырып, біз орыстың маңызды жерін атайық деп, қай марсты беріп, ол бәлкілдек шал әрең беріп, бірақ оны ана орыстың жерін атпайсың. Орыс басып алған өз жерің атсаң рұқсат, бірақ орыстың жерін атпайсың деп, тізгін деп тұрып әрең берген қай марс. Трамп келіп қайдатсың ондат, мен тек сатам, сен тек қайдатасың өзің біл деген. Украинада шектеу бар, ал Тайванға енді шектеу жоқ, үйіп төгіп бірақ берді. Украинаға аузын өлдім деген аузына тамыстады. Тайванға мә. Бұл жердегі әңгіме не? Тағы да ақша. Тайван ақшаны төлеп отыр. Еуропаға жалынып, немесе Америкаға сен қарызға берші, лизингке берші деп тұрған жоқ. Украина Еуропаға сен төлеші дейді, немесе Америкадан лизингке берші дейді. Байден тегін берді, су тегін берді. Трамп айтты, жоқ, ақша төлейсіңдер деді. Тайван сөйтті, мен сатып алам деді. Міне әңгіме осында тұр. Трамп үшін алған кезде ендігі түйін Қытай. Бүкіл дүниені жаулаған Қытай, нарығын жаулаған Қытай, өндірісін жаулаған Қытай, технологияны жаулаған Қытай. Енді Қытайды тықсыру керек. Әлемдік экономикада Қытайдың орнын төмендету керек. Қытайдың технологиясы күннен күнге асып бара жатыр. Оны құрту керек. Бүкіл тұрмыстық технология, әскери технология Қытай асып барады. Айының арғы бетіне де адам қондырып қойды. Американы баяғыда анау сәбетпен неткен Армстронгның айға шыққаннан кейін, одан кейінгі Аполло, бірнеше Аполлолар шыққаннан кейін Америка айдың қайда екенін ұмытып қалған. Ай өзі қайда, өзі қай жақта ұмытып қалған Америка. Енді Америка қайтадан айға шығамыз деп жатыр. Неге? Айдың арғы бетін ешкім барламаған, қараңғы бетін, мәңгі бақи күн сәулесі түспейтін жер шарына мәңгі бақи ғасырлар бойы тек көрінбей, тек бір бетін көрсетіп арғы бетінде не гәп бар? Өз жерде не бәле болып жатыр? Қытай неге барды күн түспейтін айдың арғы бетіне? Америка енді ойбайлап жатыр. Америка ойбайламайтын еді. Трамп келіп ойбайлатып жатыр. Неге Қытайдың артында қалды? Ол ай біз шыққан ай еді ғой. Армстронгының аяғының ізі қалған ай еді ғой. Енді не мына Қытайлары барды, сығырлар, ойбай деп Трамп келіп байбалам салған кезде барып Америка іске кірісіп жатыр. Яғни Америка дамудың шырқау шыңына шығып алды да, ары қарай үздіксіз дамымай қалды. Ал Қытай қуып жетіп, енді ары қарай асуға кетіп бар жатыр. Енді анау Қытайды баспаса болмайды. Ол жай ғана Қытай емес, жай Еуропа сияқты бәсекелес емес. Ол жау. Ол идеологиялық жау. Міне әңгіме осында тұр. Сонымен бүкіл мәселе Тайванға қарай шоғырланды. Украина бұл арада қағыс қалды. Бүкіл дүние жүзінің көз алдында қазір Трамп Тайван мен Украинаға ұқсамаған екі бөлек саясатын көрсетіп отыр. Енді біреулер өкпелейін десе, Қытайдан қауіп бар ма? Бар. Дүниені жаулап бара ма? Барады. Шпиондығы бүкіл жер әлемге кетті ме? Кетті. Африканы жаулап алды ма? Жаулап алды. Орта Азияны жаулап алды ма? Жаулап алды. Орта Азияда Қытай экспансиясына қарсы тұрғандарды Қытай Тоқай қамады ма? Қамады. Американың нарығын жаулады ма? Жаулады. Косткоға кір, Америкадағы ең үлкен сауда желісі. Walmart сауда желісіне кір.
супермаркеттер желісі бүкіл Америкада бар. Екеуінде де шұрым, бұрым, киім, кешек, ойыншық, мойыншық, анау, мынау, дәптер, қағаз, қалам. Қысқасы, не керектің бәрі бар? Made in China. Ал бүкіл Қытай мемлекеттік деңгейде, мемлекеттік төлемменен, субсидияменен фентанил дейтін есірткіні Америкаға сатып отыр. Америкада айдың күннің аманда күніне 300 адам фентанилден қатық қалады. Соғысып жатқан Украина алаңында орыстың күніне орта есеппен 1000 әскер өледі. Орыстың күніне орта есеппен 1000 әскер өледі. Соғыс болмаған бейбіт, ішсе алдында, ішпесе артында Америкада күніне 300 жас тепсе темір үзетін американдық азамат 300-і қатық қалады. Соғыстан несі кем? Соғыстан несі кем? Бір мысқал кемеміз. Енді осы фентанил туралы Американың заңына Трамп өзгеріс енгізді. Мен қазір оны сіздерге Трамп фентанил деп іздейін, міне. Трамп фентанил. Міне. Міне жерде Трамп фентанилді weapon of mass destruction деп шешім қабылдады дейді. Зор көлемдегі жойғыштық қару деп шешіп қабылдады дейді. Енді фентанил өндіруші ел, тасушы ел, оның бөлшегін өлдіруші ел. Бұның барлығы Америкаға тікеден тіке қауіп төндіруші, жойғыш қарулар өндіруші ретінде қаралады. Фентанил жаудың қаруы болып, Американың халқын қынадай қырып жатыр. 1 минут су ішіп алайын. Ой, Аллай. Не деген? Тура ішім деген тура өртеніп кетті ғой. Қызық болғанда. Тура. Күйік ішке түсіп кетеді деген